Бағлар алдыға қарай жүріп, кел техникамен төбелесеміз. Кел төбелесесің ба? Бұлайша төбелесеміз. Не керек саған? Бәрін берді ғой балалар. Көздері жанып тұрды, жүректері соғып ұрып тұрды. Қасқырдың көзі, қасқырдың мінезін көрдім осы әлем чемпионатында. Балалардың бәріне шексіз ризамын. Ұтылған балаларға айтарым. Рингте ұтылдыңдар ма? Ең бастысы өмірде ұтылмаңдар. Мынау әркім сөйлейтін, артқа қарай сүйрейтін, артқа қарай тартатын адамдар жетіп жатыр. Ондайға мән бермеңдер, тек қана алға. Артқа сүйрейтін адамдарға тағы да айтарым, пысық болсындар ма, күшті болсындар ма, рингке барып хотя бір 2 раунд, 1 минуттан боксасып көріңдерші. Маған бокс залға келіңдер, кішкене бір тер ағызып көріңдер. Бокс не екенін кішкене түсініңдер. Ал боксты нағыз түсінетін адамдар жігіттерді қолдайды, жігіттермен біргеміз. Сонда ұтылған жігіттерге айтарым, еш мойымаңдар. Сендер қолдан келгенше бәрін жасадыңдар. Сендерден ешқандай бір қападай болатындай, бір ренжитіндей, бір ешқандай бір нелерің жоқ. Сендер бәрін жасадыңдар, бәрін істедіңдер. Ризамын, қазақ елі риза сендерге. Ұтқан балаларды енді айтайын. Ұтқан балаларға өте қатты шексіз ризамын. Санжар Ташкенбай 2 дүркін әлем чемпионы болды. Махмуд Сабырхан 2 дүркін әлем чемпионы болды. 19 жасар 70 килограммда Төрехан Сабырхан, енді бұл тарихи сәт, бұл жігіттің бауырымызды, інімізді, мінекей 19 жаста қазақ елімізде ересектер арасында ең жас әлем чемпионы деген атқа ие болды. Ең жас әлем чемпионы кім деген кезде Сабырхан, Төреханды айтатын боламыз. Тұңғыш әлем чемпионы қазақ тәуелсіздігінің мысалы кім болған? Болат Жұмадилов болған. Тұңғыш қазақ олимпиада чемпионы кім болған? Бекзат Саттарханов. Ең жас тұңғыш әлем чемпионы болған кім деген кезде Сабырхан, Төреханды айтамыз. 19 жасында деп. 19 жасында осындай жетістікке жетіп отқанына қуаныштымын. Бұл да тарихи сәт. Туған ағайынды, бір үйдің баласы, бір ана мен бір әкенің баласы, бір жылда, бір уақытта, бір күнде, бір әлем чемпионатының күнінде екеуі туған ағайынды бауырлар, бір үйдің баласы әлем чемпионы отқан. Бұндай бізде қазақ тарихында болмаған деп ойлаймын. Емес, болмаған. Сондықтан жігіттерді шын жүректен құттықтаймын, ризамын сендерге шексіз. Тек қана жұлдыз аурумен ауырмаңдар, тек қана тәртіп, дисциплина ағайлар тыңдаңдар, алға баса беріңдер. Ауыр салмақта бізде Айбек Оралбай бауырыма мен шыны керек өзім өте қатты уайымдап жүретін әр жарысқа барған кезде. Енді Айбек бұл ініміз табиғи ауыр салмақта емес қой, ауыр салмаққа ауысқалы бері мен уайымдайтын. Ауыр салмақ қалай болады деген, ауыр салмақтармен дәу ғой. Мынау чемпионатта да көрдім, мысалы дәу палуандарды ұрып атты мысалға. Айбек Оралбай өзі ол табиғи ауыр салмақтың жігіті емес, ауыр салмаққа өзі көтеріліп, осы салмақта боксасын деп шешім қабылдаған жігіт. Мінекей сол ауыр салмақ, ауыр соққыға түсіп қалмаса екен деп уайымдайтын. Әйтеуір уайымдайсың ғой енді қазақ болғаннан кейін. Мінекей не то что бұл жігіт уайымдаған, былай тұрсын, бұл жігіт әлем чемпионы, бұл салмақта мен мықтымын, мен лидермін деп өзінен 2 бас, 3 бас жоғары жігіттерді ұрып жығып, жеңіске жетіп, Қазақ Республикасының тәуелсіздігінің бірінші мәрте бізде ауыр салмақта, Қазақ Республикасы тәуелсіздік алғалы бері бізде ауыр салмақта әлем чемпионы болмаған. Мінекей әлем чемпионы атағын алып отыр. Ауыр салмақта бұл салмақтың лидері менмін деп өзім көрсетіп отыр. Сондықтан мен өте қуаныштымын. Айбек бауырыма да жеңістерің құтты болсын. Бұл жеңіс, жеке бапкерлерін құттықтаймын. Жеке бапкерлерінен кейін осы ұлттық құраманың бас бапкері, осы жігіттерді дайындап, осы жігіттерді алып келген Қайрат Сатжанов ағайымды құттықтаймын. Осы жеңіске жетуімізге қолдау көрсеткен дәрігерлер бар, психологтар бар, терапевтері бар, врачтары бар, физикалық тұрғыда дайындайтын бапкерлері бар, жеке бапкерлері бар, бокс федерациясы бар, бокс федерациясының қасында жүрген қызметкерлер бар. Одан бөлек Геннадий Головкин ағамыз жүр. Мінекей осына барша үлесін қосқан ағаларды, бауырларды барлықтерін құттықтаймын. Бұл бүгінгі жеңіс, бұл тарихи сәт, тарихи күн. Әлем чемпионатында бірінші орын алу алтын есеп саны бойынша бұндай бізде историяда, тарихта болмаған. Қазақстан Республикасының тәуелсіздігін алғалы бері біз өзімізді мінекей әуесқой бокста номер 1 екенімізді дәлелдеп 7 алтын медаль алдық. 4-еуі еркектер, 3-і қыздар. Қыздарды да ұмытып кетпей отырып құттықтаймын. Қыздар, айналайын қарындастарым, мен сендерге ризамын. Нағыз кезіндегі Мәншүк Мәмбетова деген мықты батыр біздің апаларымыз, әжелеріміз, әпкелеріміз деген сияқты батыр қазақ еліміздің қыздары болды ғой. Сол батыр қыздарымыздың
жол басары, мінекей іздерін басып келе жатқан қыздар, қазіргі уақыттың батыр қыздары сендерсіңдер. Мен сендерге ризамын. Дұрыс айттым ба мен, Мұхаммед-Али? Сондықтан қыздар, жеңістерің құтты болсын. Алтын медаль алып жатыр, күміс медаль алып жатыр. Назым Қызайбай мынау 4-ші әлем чемпионаты, 3 дүркін әлем чемпионы болып, 3 дүркін әлем чемпионы болып, 4-ші әлем чемпионатында мінекей күміс медальға ие болып отыр. Назым Қызайбай секілді қарындастарымды құттықтаймын. Барша қыздарды, мынау бокстасқан қыздардың да жаңағы ұтылғаны бар, ұтқаны бар, жүлделі болған қыздар бар. Барлықтарын қолдан келгенше бәрін жасадыңдар. Мен барлықтарына ризамын. Қазақ еліміздің тәуелсіздігін алғалы бері тағы да айта кетейін, біз әлем чемпионатында 1-ші орынға көтерілген емеспіз. Есеп алтын саны бойынша. Мінекей Аллаға шүкір бүгінгі сондай тарихи сәтке, тарихи күнге жетіп отырмыз. Біз осы уақытқа дейін қазақ еліміздің тәуелсіздігі алғалы бері олимпиада болсын, әлем чемпионаты болсын, есеп саны бойынша командалық алтын алудан біз 2-ші орында, 3-ші орында, болмаса 5-ші орында деген сияқты. Одан бөлек мынау 2 олимпиада бойы біз өте төменгі деңгейге түсіп кетті біздің боксымыз. Мінекей біз қайтадан осы әлем чемпионатында өзімізді көрсеттік. Біз көрсеттік, что испанецтерді ұруға болады. Біз көрсеттік, что англичандерді ұруға болады. Біз көрсеттік, что өзбектерді ұруға болады. Біз көрсеттік қой бәрін. Мінекей жігіттерге өте қатты ризамын. Мінекей осындай алға жүру керек, мінез көрсету керек. Мынау Айбек Оралбай бауырыма да жаңағы ауыр салмақта финалдық жекпе-жегінен мінез көрсетті. 1-ші, 2-ші, 3-ші раундта ұрып атты, 1-ші, 2-ші раунд ұрды, мысалға есеп саны бойынша өзбекке кетіп атты. 3-ші раунд сындырып тастады. Өзбек мысалы бойы 2 метр мінез көрсетті. Өзбек боксашысы келмей жатыр, құлап жатыр, сүрініп жатыр. Мінекей осындай жігіттер мінезінің арқасында осындай тамаша жеңіске жетіп жатыр. Мен жігіттерге ризамын. Бауырларым, інілерім, сендерге тек қана тілейтін сәттілік, алға баса беріңдер, алға дами беріңдер. Осындай мінезді болыңдар. Сендерге бар жақсылық тілеймін. Сәттілік, Құдай қаласа алдағы үлкен жарыстарда, үлкен чемпионаттарда осылай өздеріңді жақсы жағынан көрсете беріңдер. Сәттілік. Қазақ боксы алға басып, тек қана жақсы жағынан жасай берсін, жақсы жағынан өзін көрсете берсін. Мынау тарихи сәтіміз, әлемдік әуесқой бокста біз өзімізді мықты екенімізді көрсетіп, әлемдік командалық есеп бойынша 1-ші орында тұрғанымыз құтты болсын. Баршаларыңды құттықтаймын. Тек қана алға. Құдай қаласа біздің боксқа жалпы не жетіспей жатыр, не қандай жұмыстар керек, бапкерлерге қандай көмек керек. Бұның бәрін мен тағы да осы әңгімені көтерем. Жалпы бұл келесі видеода мен айтатын болам. Жалпы бізде боксқа көрсететін, көмектесетін проблемаларымыз өте көп. Бәрі кеп ақшаға тіркеледі. Бапкерлердің айлығы жайлы әңгіме талқылаймын. Балалардың жағы, кіші кадет, үлкен кадет, жастар арасында бокстасып отқан, ұлттық құрамада жүрген, оларға қандай көмек керек, оларға не керек деген сияқты. Оларды да айта кететін болам. Осындай проблемаларды әңгіме талқылап қозғайтын боламын. Ал қазіргі уақытта жігіттердің жеңісі құтты болсын.